Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай тек қана алмамен және де 5 жұмыртқадан жасалатын өте оңай жылдам дайын болатын влажный пирог жасап көрсетемін. Дайындалу жолы өте оңай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге 5 жұмыртқа және де қант қажет болады. Екеуін жақсылап тұрып көбіктенгенше миксерлейміз. Міне біздің жұмыртқа мен қантымыз дайын. Осындай үлкен болып көбіктену керек. Енді осы жұмыртқаның үстіне ерітілген 100 грамм маймызды қосамыз. Достар, және де бұл пирог жақсылап көтерілу үшін ең басты біздің жұмыртқамыз және де алмамыз бөлме температурасында жылы болған дұрыс болады. Сонда біздің пирогымыз жақсы көтеріліп піседі. Енді 200 грамм ұнмен 1 шай қасық қобызғышты жақсылап араластырып 3 бөлікке бөліп қосып отырамыз. Біздің сонда жұмыртқалы массамыз басылып қалмайды. Сондықтан да 3 бөлікке бөліп қосқан дұрыс болады. Осылай барлығын бірге араластырамыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді ішіне салатын салмасы. Менде осындай алма, үйде кесіліп қалған алмаларды осылай турап қостым. Көлемі бұл алмалардың орташа көлемде 3 алма немесе үлкен 2 алма қоссаңыздар сол жеткілікті болады. Осындай жұқа етіп тураңыздар барлығын, сонда жақсы піседі. Енді осылай жұмыртқалы массамызды алмаға қосып, өстіп жақсылап тұрып, осылай астынан үстіне қарай күрекшемен жақсылап араластырыңыздар. Барлық алма біртіндеп, барлығы жақсылап ұнға араласу керек. Осы сәтте біз духовкамызды қыздырып қоямыз. 170 градусқа қыздырып қойыңыздар. Енді формамызды аламыз. Менде 22 диаметрлік форма, жан-жағын маймен жағып, астына пергамент төсеп қойдым. Енді осы массамызды үстіне салып, құйып, жасап тегістейміз. Осылай салып алғаннан кейін кішкене ұрғылап жіберіңіздер, ішіндегі ауасы барлығы шығып, біздің пирогымыз сонда тегіс піседі. Енді бетіне әсемдік үшін алмаларды жартылай кесіп, осылай жұқалап кесіп әдемілесеңіздер болады. Әсемдік үшін, егер де болмаса, жай ғана өзін пісіре берсеңіздер де болады. Міне біздің пирогымыз дайын. Енді духовкамызға салып 170 градуста 50-55 минут пісіреміз. Піскенін біз ағаш таяқшамен немесе зубочисткамен тексереміз. Егер де құрғақ болса, біздің пирогымыз пісті деген сөз. Міне біздің пирогымыз дайын. Әлі де ыстық. Енді формамыздан аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Енді үстіне әсемдік үшін қант ұнтағын сеуіп әдемілеп қоюға болады. Өте әдемі болады. Қант ұнтағын сепкеннен кейін пирогымызды кесіп көрсетеміз сіздерге. Әлде ыстық күйінде кесіп көрсетіп боламын. Ортасы барлығы піскен, кішкене влажный болып тұратын, өте жұмсақ сондай пирог. Алманың дәмі өте көп, керемет болып шығады. Үйлеріңізде алма болса, осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өте жұмсақ, нәзік болып шығатын осындай оңай пирогтың бір түрі. Қазіргі уақытта ауызашарға істесеңіздер де өте әдемі болады, өте дәмді болады. Егер де ұнап жатса, осы видеоның астына комментарийға өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып қойсаңыздар болады. Немесе жай ғана смайликтер жіберсеңіздер де менің каналымның дамуына өте үлесін қосады. Егер де ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, маған лайк басып қойыңыздар. Өте қуанышты боламын. Егер де рецепт ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, басқа да интернет желілерінде бөліссеңіздер, менің каналымның дамуына үлестеріңізді қосасыздар. Сізге үлкен рахмет. Сау болыңыздар.